19 қазанда Астанадағы оқушылар сарайында Мағжан әлемі поэзия кеші өтті. Қазақ тарихындағы айтулы тұлғаның 125 жылдығына арналған шара Мағжанның педагогика оқу құралынан үзіндімен ашылды. Тіл тау бесіктен дейді бабаларымыз. Расында бала тілі аса маңызды. Бала тілінің дұрыс өркендеуінің бірінші шарты балаға сөзді бұзып сөйлемеу керек. Осы орайда әрбір бала тәрбиешісінің қолданатын жолы ұлт тәрбиесі. Әрбір тәрбиеші ұлт тәрбиесімен таныс болуға тиіс. Және әрбір ұлттың баласы өз ұлтының арасында өз ұлты үшін қызмет қылатын болғандықтан тәрбиеші баланы сол ұлттың тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті. Тілсіз ұлт, тілінен айырылған ұлт дүниеде ұлт болып жасай алмас. Бұл жай ғана оқулық емес, тұнып тұрған тәрбие. Жалпы Мағжанның әрбір өлеңінен туған жеріне, еліне деген сүйіспеншілік, жанашырлықты сезінуге болады. Поэзия кешінде сөз сөйлеген ғалымдар Мағжан шығармашылығының жаңа қырын тыңдарманға ашып беруге тырысты. Бірі ұлт ақынының Алаш партиясы құрамындағы қайраткерлігін айтса, тағы бірі шығармашылығына тоқталды. Көп ақындар әдебиетке қызмет етеді. Бір жаңа тақырыпта өлең жазу мүмкін. Бірақ барлық ақын, барлық жазушы тілге қызмет ете бермейді. Оны ұмытпауымыз керек. Мағжан осы тұрғыдан келгенде әдебиеттің тілдің жаңа тынысын ашып, Мағжан қазақтың тіліне қызмет еткен. Мағжан Жұмабайдың атын танытқан айтулы туындысының бірі Батыр Баян поэмасы. Ташкентте қудалауда жүріп жазған бұл шығармасында Баян Батырдың бейнесі арқылы Абылай хан заманындағы қазақ халқының тұрмыс тіршілігін өлең жолдарымен қиыстырған. Мағжанның аты ақталғалы бері 40 жылдай осы поэманы орындап келе жатқан ақын Баянғали Әлімжанов осы кеште де нақышына келтіріп айтып берді. Күндей бұлтын жұраған түндей болып жия алмай құртен серік ақын есті. Тұрды да біраздан соң Батыр Баян атынан ес алғандай құлап түсті. Поэзия кешінің басты ерекшелігі Мағжандар толқынының сабақтастығы десе де болады. Тәуелсіз Қазақстанның Мағжан есімді ұландары ұлт ақынының өлеңдерін оқып, елді тәнті етті. Көш кеміді, айбынды тұру құлады, кеше батыр, бүгін қорқақ бұғады. Ерікке ұмтылған ұшқыр жаны кісенде, қан соғылған, жүрек соғылған соғады. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Алтын арқа сенімдер, мен жастарға сенемін. Нешедесің, Мағжан? 5 жаса. Поэзия кешіне белгілі ғалымдардан бөлек мектеп оқушылары да қатысты. Шараны ұйымдастырушы руханият мекемесінің өкілдері негізгі мақсатымыз да осы деп отыр. Біздің бағытымыз руханият, рухани болғаннан кейін, тіл болғаннан кейін, тіл мен руханиятпен Мағжанды бөліп қарастыру мүмкін емес. Сондықтан да осын Мағжанның шығармашылық мұраларын, Мағжанның қайраткерлігін, Мағжанның өжеттілігін, Мағжанның барша ақындық өнерін жалпы халыққа, әсіресе оның ішінде көпшілікке, елбасының өзі айтты, алдағы уақытта келесі жыл жастар жылы. Сондықтан да жастардың санасына сіңіру, сол арқылы рухани потенциалы жоғары жастарды тәрбиелеу қоғамда басты мақсатымыз осы. Сондай-ақ Мағжанның сөзіне жазылған танымал әндер де орындалды. Шара барысында Мағжан Жұмабайдың өмірінен сыр шертетін Мағжан ұлт ақыны бейне сюжетімен қазақ тілі өлеңінен бейнебаян көрсетілді. Мен жастарға сенемін деген жастар ұранындай болған үндеу өз алдына. Әрбір өлеңі келешек ұрпақ үшін құнды мұра. Мағжанның әрбір сөзі алтыны қиқымындай. Әрбір сөзінде тұңғиық сыр бар, тарих бар, мәдениет бар. Сондықтан Мағжан Жұмабаевтың поэзиясы, ғылыми зерттеулері, оның мақалалары, оның әңгімесі, ол біздің жастарымыздың дүниетанымын тереңдетуге, жаңағы эстетикалық көзқарасын қалыптастыруға, жалпы мына қазақтың жерін сүюге, ұлы даланы сүюге шақырады.
Мағжан ұлы даланың перзенті. Тек қазақ үшін емес, Мағжан күллі түркі әлемі құрмет тұтатын ақындардың бірі. Мағжан Жұмабайдың 125 жылдығына арналған айтулы шаралар Әзірбайжан, Түркия, Қырғызстан, Татарстан сияқты бірнеше елде тойланып өтті. Астанадағы поэзия кеші өлеңдерімен өлместей болған тұлғаға арналған қорытынды шара іспетті. Бір ақиқат айтайыншы сенгісіз, бір түсінер адамсыз ғой жердісіз. Ақындардың туған жылы белгілі, өлген жылы белгісіз.